Сәлем достар, бүгін сіздермен ауызда еритін өте дәмді панкейк пісіретін боламыз. Барлық керекті заттардың барлығын описанияға қалдырамын. Біз осылай жұмыртқа мен құмшекерді араластырып алып, үстіне сүт құйып тағы араластырамыз. Оның үстіне електен өткізілген ұнымызды ақырын салып, және де оны біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Және де оның үстіне солай сұйытылған сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, қызып тұрған табада пісіріп аламыз. Қасықпен кішкентай етіп жасадым. Сіздер өз қалауларыңызға қарай үлкен етіп жасасаңыздар да болады, немесе осылай кішкентай етіп жасасаңыздар да болады. Және де біздің панкейктеріміздің бетінде кішкентай көпіршіктер пайда болады. Ол панкейктердің асты пісті деген сөз. Аударып, келесі бетін пісіріп аламыз. Бізде беті тез піседі, сондықтан тез қарап тұрыңыздар. Міне осылай біздің панкейктеріміз дайын болып шықты. Дәмі ауызда ерейді, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.